Алло, естіліп тұр ма? Салам деймін ба, қалай амандасу керек өзі? Амандаспай ақ айта бер. Окей. Иә, мен жалпы зерттеп жүргеніме, діннің айналасында жүргеніме біраз болды. Даже мұсылман, даже намазда оқыдым. Енді мен бір мысал келтірейін. И сен келісесің ба, келіспейсің ба, соны не алайын, иә? Айтып кетейін деймін қысқаша. Мысалға баяғыда бұрынғы заманда енді ресурстар енді не алып жатыр. Ол кезде ақша ештеңе жоқ елесетші. Енді ресурстар шығып жатыр. И сол кезде адамдар көреді да ресурстың пайдалы екенін. И оны басқа адамдармен бөліскісі келмейді. Содан кейін олар не істейді? Ақылдылар сол жерде жиналып алады да, давай бір кітап ойластырайық, чтобы қалған адамдар осы ресурстар жайлы ұмытып кетсін. Тек оларды басқа дүние ғана қызықтыратын болсын. И жүрген жердің бәрі шүкір ете берсін. Дальше осы ресурстарсыз дейді, мақұл дейді, сөйтіп бір адамды жалдайды, и сөйтіп бір кітапты ойлап табады. И барлығын таратқан кезде қалған адамдар ресурстарға қатты ұмтыла бермейді да ол кезде. Неге? Өйткені күнделікті шүкір деп жүре береді, кітапты оқиды да. Түсінікті ма? Жалпы түсіндіре алдым ба? Иә. Осы жайында қандай пікір айтасың? Келсем, ол керемет бір инструмент қой, халықты алдаудың жақсы бір құралы бола алады. Басқарудың. Иә, осындай историяны бір жерден оқыдым да просто. И мен даже Америкада бір поппен де сөйлестім осы жайында. Америкада. И оның идеясы вообще ұнаған жоқ, оның жауабы. Кәдімгі церковьке барып, мен жарты сағат қана сөйлесем деп ойладым, и 2 сағат кәдімгі лағып кетті. Иә, негізі ақша мен биліктің құралы ғой, дін деген өте әдемі. Чтобы қалған халық ешқандай ақшаға ұрынбасын деп, конкурент болмасын деп, шүкіршілік етіп жүре берсін деп ойлап тапқан құрал деп ойлайсың ба? Иә. Әрине, бір несі рөлі бар сондай, байларға да претендовать етпей, жаңағыдай мазасын алмай, биліктің мазасын алмайды, Құдайдың жазғаны шүкір деп жүре береді адамдар. Небір болмайтын бір мәселені талқылап отырады да, қалай жуыну керек, қалай не қылу керек деген. Ондай бар, иә, келісем. Сол, иә, осы историяны айту деген ол. Келісем, жалпы идея қандай? Келісем. Дін халықты басқару құралы бола алады, болғанда және.